Сәлем достар, сіздермен бірге сүтсіз булочка жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, сондай жақсы оңай, керек заттар. Жылы суымызды ыдысымызға құямыз. Шекерімізді саламыз. Ерітеміз, тұз саламыз. Май саламыз, ерітілген. Кіші мөлшерде алып қаламыз. Жақсылап араластырып, үстіне жұмыртқамызды саламыз. Екі жұмыртқа жетеді. Үстіне 2-3 қасық қойылтырылған сүтімізден қосып жібереміз. Ұнды саламыз, дрожжи саламыз, жұмсақ қамыр илейміз. Аз мөлшерде алып қалған майымызды үстіне қосып, тағы да 1-2 илеп жібереміз. Міне жұмсақ қамырымыз дайын болды. Қамырымыздың бетін жауып, 1-2 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Қамырымыз дайын, міне көтеріліп шықты. Қалғанын видеоға қарап жасай беріңіздер. Мен рецебтіні астына қалдыратын боламын.